Менің енемнің асты тар, әрі терең емес екен. 3 баланы әкелген жоқ, дене бітімі жақсы. Бастан айтып берейін, әйелім ауырып ауруханаға жатты, ауруханаға жатқызып үйге келсем енем келіп тұр. Қалайсыз деп амандастым. Ол да маған қарап жымиып. Қалайсың деп бетімнен сүйгелі жатып ернімнен сүйіп алды. Осы кезде менің оған деген арам ойым пайда болды. Көзіне қарасам оның да көзінде ойнақылық бар. Қызым ауруханаға жатқанын естідім, маған қоңырау шалып үйге келші деп өтінді. Келгеніңіз дұрыс болды. Ішке кірдік, мен оны жайғастырып, өзім үйді жинай бастадым. Енем теледидар көріп отырды, үйді жинастырып, ыдыс-аяқты жуып болып, енеме қарама қарсы отырып алдым, бұтына көзі түсіп кетті, турсигі жоқ, 2 әрпі көрініп тұрды, енем аяғын ашып, қайта жапты. Менің сайманым жыбырлап кетті, қолмен шалбарымды туралағандай, сайманымды ұстап қойдым, енем бірден маған қарап. Сайманы неге қышып жатыр? Жай әшейін. Жоқ, сен сайманды қасыдың, бір нәрсе жұқтырмадың ба? Деді. Жоқ. Енем маған қарай келіп, мен оны көруім керек деді. Мен көрсетейін, бірақ ұстамайсыз, әйтпесе тұрған кезде мен қатын іздеп кетемін. Мен шалбарымды ақырын шештім. Енем жақындап турсигімді шешіп, сайманымды қарап, ары-бері басын ұстап, осы жері ауырмай ма? Деді. Жоққа. Сайманымды ары-бері ұстап сипап қозғағанда қотағым қақайып тұрып кетті. Сен мына сайманыңмен қатын іздеп кетпесін деп, мен сені қабылдайым деп, амын сайманыма қарай үйкеді. Мен енемнің шашынан қайырып, ұстап үйкеп жатқан, астына тығып алдым. Ах, деп ыңырсып кетті. Мен енемді жайлап дивонға жатқызып, етегін көтеріп сипай бастадым. Сандарын сипап, қос анарын қысып сүйе бастадым. Ол менің сайманымды қолына алып, бас жағын жалап тұрып, қызым саған осылай жасайтын шығар. Жоқ, біз екеуміз тек итерісетінбіз, тіпті тоңқайтып бермейтін дедім. Онда қызыма жасағын келгенді, маған жаса. Енемді дивонға отырғызып, 2 аяғын көтеріп, сайманымды астына тақап тұрып тығып itергенде, енем ыңқылдап кетті. Мені аяғымен құшақтап, диваннан ұстап алып, қаншықтарша ыңырсып бітіріп жатты. Мен суланған астын солқылдатып іктім, енем күші кетіп, әлсіреп қалды. 2 әрпіне ағызып, қотағымды етегіне сүртіп душқа жуынуға кетіп қалдым. Енем тіпті сөйлеуге шамасы жоқ. Душтан келсем енем ас дайындап жатыр екен, мені сүйіп өзі душқа кетті. Сәлден соң артынан кірдім, енемнің фигурасы қызда еді. Артынан келіп, қос анарын қысып, енем ыңырсып, сайманыма қарап, душтың крайнигінен ұстап, артымен қарады. Мен сайманымды жаймен тықтым, ыңырсып, жаңа ғана іктің ғой деп күлді. Сіз сияқты енені секунд сайын үгуден жалықпаймын дедім. Тезірек бітір, тамақ күйеді деді. Қос анарын ұстап, сипап, қатты қысып, жылдамдықпен итеріп алдым. Қатты қозып бітіріп қойды. Мен күшпен итеріп аузын жауып бітірдім. Үстіне ағызып жібердім. Маған тамақты өшіре сал деп әлсіз үнмен айтты. Душтан шығып тамақты өшіріп, теледидар көріп жатырмын. Енем душтан шығып, ас үйге шақырып асты жайнатып, дайындап қойыпты. Ас жерде әйелім видеомен соғып тұр. Екеуміздің білдірмей сөйлестік, самен ас бітті, мен әдейі отырдым. Енем үстел жинап жүріп, қолынан вилка түсіп кетеді. Оны тоңқайып алғанда 2 әрпі көрініп қалды. Тағы қосып кеттім. Жалғасы бар. Достар, каналға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бәрі сіздер үшін.